Тұрғындардың қаржылық сауаттылығы, ел тұрақтылығы мен әл-ауқатының кепілі. Осы маңызды мәселені зерттей келе, біз 10 негізгі тақырып, 10 сабақты анықтадық. Кез келген келісім жасау кезінде, қарыз алушы ретінде өзіңіздің құқықтарыңыз бен міндеттеріңіз жайлы ойланыңыз. Қаржы қызметтерін пайдаланушылар көп жағдайда өз құқықтарын біле бермейді. Соларға тоқталып өтсек. Мәміленің барлық шарттары кредиттік шартта толық сипатталады. Шарт екі тарап үшін де түсінікті, ашық әрі тиімді болу қажет. Кез келген мәміленің басты шарты бұл өзара тиімділік. Қарыз алушы үшін бұл өз бизнесін кеңейту, тауар сатып алу немесе өз қажеттіліктері үшін керекті соманы алу мүмкіндігі. Кредиттік ұйым үшін бұл өз міндетін орындау, қызметін кеңейту және пайда көру мүмкіндігі. Қарыз алушының құқықтарын саралап өтейік. Ең алдымен қарыз алушы шартқа қол қойғанға дейін кредит туралы толық әрі шынайы ақпаратты алуға құқылы. Бұған сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі, пайыздық мөлшерлеме және кредиттеудің өзге шарттары туралы ақпарат жатады. Клиент кредитті мерзімнен бұрын өтеуге ниет білдірген жағдайда, кредиттік ұйым бұған тосқауыл қоя алмайды. Қарыз алушы кредитті алғанға дейін одан мүлдем бас тартуға құқылы. Кредиттік ұйымдардың қызметкерлері клиенттермен өзара әрекет жасау кезінде қарым-қатынас жасау мәдениетін сақтап, оларға сенім әрі құрмет білдірулері керек. Ең бастысы, кредиттік ұйымға хабарлайтын құпия ақпаратқа аса мұқият болыңыз. Сіздің серіктесіңіз бұл деректерді сақтап қана қоймай, тек сіздің кредитіңізге ғана қатысты пайдалануы қажет. Өз құқықтарыңызды білу және оларды пайдалану өте маңызды. Міндеттеріңіз туралы кредиттік қызметкерлер кредиттік шартқа қол қою кезінде сізге толықтай түсіндіріп береді. Өз міндеттемелеріңізді дұрыс орындау кредиттік тарихыңызды жақсартуға және аса тиімді кредит шарттарына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қымбатты қарыз алушы, кредитті алған кезде бірнеше шарттарды қатаң сақтау қажет. Алған кредитіңізді басқаларға қарызға бермеңіз. Күмәнді әрі тексерілмеген кредиттік ұйымдардың қызметіне жүгінбеңіз. Кредитті өтеу үшін ақша қаражаттарын ешкімнен беріп жібермеңіз. Кредиттік қызметкерлер құжаттарыңыздың түпнұсқаларынан көшірме жасауға алу кезінде олардың жанында болыңыз. Өз тарапыңыздан кредиттік қызметкерлерге алғыс ретінде ешқандай ақша және сыйлықтар бермеңіз. Кредитіңіз одан көп пайда келсін. Кредиттеу рәсімі сәтті өтсін.